Құрметті көрермендер, бүгін сіздермен қытырлақ вафли жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Бізге керекті заттар: 5 жұмыртқа, қант, ұн және жұмсақ сары май қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майымызды салып, оның үстіне қантымызды аз-аздан салып, миксермен араластырамыз. Қантымыз ерігенше араластырып болдық. Енді жұмыртқа салып араластырамыз. Біркелкі болғанша араластырып алдық. Енді електен өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Осылай аз-аздан. Сонымен қатар бұған қосымша ас содасын қосудың қажеті жоқ. Міне жақсылап араластырып болдық. Біздің тестамыз дайын болды. Ең алдымен вафельницаларыңызды қыздырып алыңыздар. Мен алдын ала қыздырып алдым. Үлкен қасықпен осылай бір қасық саласыздар. Егер де сіздер 2 қасық салатын болсаңыздар, сыртына ағып кетеді. Вафли тез піседі, сондықтан қарап қойыңыздар. Міне вафлиміз қызарып пісті. Енді бұны орайтын боламыз. Осылай орап алсаңыздар болады. Вафлиді ыстық күйінде тезірек орап алыңыздар, себебі ол тезірек қататын болады. Міне біздің вафлиміз қызарып, әдемі болып пісті. Өте дәмді. Жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне пікіріңізді қалдырыңыз.